Темекі жүректің жауы, темекінің зияны, жүрек қан тамырлар жүйесіне қалай әсер ететіні туралы тақырыпты бүгін қозғайтын боламын. Сәлеметсіздер ме? Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог-диагноз дәрігер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар каналға. Ақпаратым ұнаса лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Комментарияға өзіңізді мазалап жүрген сұрақты қойсаңыздар болады. Осы медицина саласы болсын, кардиология саласы болсын, мүмкіндігімше жауап беруге тырысамын. Бәлкім келесі видеоның шығуына сіздің комментарияңыз көмектесіп қалуы мүмкін. Жақсы, біз өзіміздің тақырыбымызды бастаймыз. Ал кеттік. Темекі жүректің және қан тамырлардың тозуына және тез қартаюына себепші болатын бірден-бір факторлардың бірі. Жүректің аурулары миокард инфаркты, стенокардия, облитерациялық эндоартрит, аяқ қан тамырларының облитерациялық эндоартритында осы темекінің құрамындағы улы заттар әсері негізгі факторлар болып есептеледі. Ол қан тамырлардың тарылуының кесірінен болатын жағдайлар. Яғни темекі шегетін науқаста, темекі шегетін адамда қан тамырлар әрқашанда тарылып тұрады. Қан тамырлар әрқашанда тарылып тұрады. Адам 2-3 штук темекі шеккен жағдайда қан тамырлардың тарылуы 20-30 минут тарылып тұрады екен. Енді ойлаңыздаршы, бір күнде бір қорап темекі шегетін болса адам, онда 24 сағаттың қанша уақытысы қан тамыр тарылып тұрады. Ол ұзағырақ қан тамырлардың тарылуына алып келеді. Қан тамырлар тарылған сайын қан айналымының бұзылуы, ағзалардағы қан айналымының бұзылулары жүреді. Темекі тек қана жүрекке, миға ғана әсер етпейді. Бұл барлық организм, біздің ағзамыз бір тұтас болғандықтан барлық жерге дейінгі қан тамырлардың, барлық баратын қан тамырлардың, қанмен қамтамасыз ететін қан тамырлардың қабырғаларына әсер етеді және өткізгіштігін азайтады. Осының әсерінен көптеген аурулардың туындауына алып келеді. Соның бірі жүректің миокардының инфарктінде. Жүректің миокардының инфарктінде ол жүректің қан тамырлары, тәж артериясынан бастап майда қан тамырларға дейінгі тамырлар тарылып, ол қан тамырдың өткізгіштігі азайып, соның әсерінен жүректің бұлшық етіне оттегі, керекті заттар толық жетпей қалады. Соның әсерінен жүректің сол локализациясы, яғни ол өлеттенеді. Өлеттену ол некрозға алып келеді. Бұл некроз миокардта инфаркт деп аталады, яғни бұл ауыр жағдайға алып келеді. Егер миокардтың инфаркті үлкен көлемде болса, адам қайтыс болуы мүмкін, яғни бұл өлімге алып келеді. Сондықтан жүрекке темекінің жүрекке зияны өте қауіпті. Сіздердің таныстарыңыз, туысқандарыңыз темекі шегетін болса, осы видеоны міндетті түрде жіберіп қойыңыздар, біліп отырсын не үшін темекінің зияны бар екенін. Көп адамдар бұл темекінің зиянын білмегендіктен, біле тұра шегетіндер де бар, білмей де шеккен жағдайлар да кездеседі. Еш нәрсе қылмайды, ешқандай әсер болмайды. Медициналық тұрғыдан олар дәрігер емес, медик болмағандықтан көп қан тамырлардың әсері, соның бәрін біле бермегендіктен адамдар білімсіздіктен темекіні шегіп қоюы мүмкін. Сондықтан темекіні шегіп жүрген адамдар болса, осы ақпаратты естігеннен кейін тастау керек. Тастаймаса, тастауға тырысып, болмаса темекі шеккеннің санын азайту керек.
Алдағы уақытта мен сіздерге осы темекіні тастаудың оңай жолдарына байланысты арнайы видео түсіремін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар және мені бақылап отырсаңыздар болады. Стенокардия жүректің қан тамырларының тарылуының нәтижесінде пайда болатын жүрек ауруы. Бұл кезде де қан тамырлары атеросклерозбен бітелуі мүмкін. Сонымен қатар қан тамырлардың қатты қысылуының нәтижесінде жүрекке толық оттегі жетпей, жүрек шағымданады. Науқас өзін жайсыз сезініп, жүрек тұсындағы ұстамалы түрде ауру сезіміне шағымданады. Оны бізде стенокардия атаймыз. Осы ауруға да алып келеді. Ұзақ уақыт жүрген стенокардия ол жаңағы жүректің ишемиялық ауруларының бірі. Бұл жүректің инфарктіне алып келуі мүмкін. Сондықтан темекіні мүмкіндігінше ертерек тастауға тырысу керек. Темекі шегетін адам мен шекпейтін адамды салыстырған кезде, темекі шегетін адамдарда жүректің соғысының жиілігі жиі болады. Минутына 20 реттен жоғары болады екен. Оны ғалымдар дәлелдеген. Арнайы зерттеулер нәтижесінде жүректің соғу жиілігі жиі екені анықталып отыр. Бұл кезде жүрек тез соғып, жүрекке жүктеме түскеннен кейін, жүрек жүктемемен жұмыс жасағаннан кейін тез соққан кезде қан тамырларға оттегінің толық жетпей қалуына алып келеді. Осыдан жүрек жетіспеушіліктері пайда болады. Темекінің құрамындағы никотин артериялық қан қысымын жоғарылатады, ал көміртегі тотығы ол жүрек жетіспеушілігіне алып келеді. Яғни науқас өте қатты ентігіп, жүрек жетіспеушілігі пайда болады. Бұл өте ауыр жағдайлар. Сондықтан темекіні ертерек тастаңыздар. Немесе темекіге құмарлық пайда болып жатқан жастар темекіні аузына да алмау керек. Яғни балаларыңызға, жасөспірім балаларға темекі шекпеуді қазірден қолға алыңыздар. Бірақ ол жасөспірім балалар негізі өздеріне өздері шекпетпейді, олар еліктейді, үлкендерге еліктейді. Әкесі, ағасы темекі шегетін болса, балалар да соған еліктеп шегіп бастайды. Немесе ортасы, мектеп жасындағы балалар, мысалы мектепте темекі шегетін болса, ол кезде де балаларға еліктеп темекі шеккісі келіп тұрады. Көрейін, дәм көрейін деген қызығушылықтың арқасында көп балалар темекі шегеді. Мен науқастардың өз ішінде де темекіні қанша жыл болды шеккеніңізге, қашаннан бері шегесіз деген сұрақ қойған кезде көбінде жас кезімнен, бала кезімнен деп айтады көп науқастар. Бұл дегеніміз қанша жыл бойы шегілген темекі қан тамырларды сондай тарылудың нәтижесінде, жаңағы улы заттармен уланып келу нәтижесінде организмге сіңіп қалып, 40 пен 50 жас аралығындағы науқастарда стенокардия диагноздарымен, инфаркт диагноздарымен бізге алдымызға келіп жатады. Темекі шегетіндер мен шекпейтіндерді салыстырғанда, темекі шегетіндер 2 есе стенокардия диагнозы қойылады екен, ал өлім жітімі бойынша темекі шекпейтіндермен салыстырғанда 4 есе адамдар ерте қайтыс болады екен. Яғни өлім жітім көбірек деген сөз. Стенокардия осы жүректің ишемиялық ауруларына, стенокардияға байланысты өлім жітім жоғары болып есептеледі. Ағзамыздың барлық жеріне барады қан тамырлар. Соның бірі ең маңызды орган болып есептелетін ол ми. Мидың қан тамырларына да темекінің әсерінен қан тамырлардың эластикалығы азайып, қабырғалары қатайып, сынғыш және жарылғыш келеді. Осы темекінің әсерінен мидағы қан тамырлар жарылып, ишемиялық инсультке немесе геморрагиялық инсультке алып келеді. Осындай ауыр жағдайлар мүгедектікке және
өлім жітімге алып келеді. Тағы айтып кететін жайт, темекі жүректің май басуына алып келеді. Май басқан жүрек әлсірейді, жұмыс жасауы қиын болады. Темекіні күнделікті күнде шектен тыс шегетін науқастарда бас айналу, жүрек айну, құсу белгілері пайда болады. Сондықтан темекіні тастаған жөн. Темекі шегетіндер мен шекпейтіндерді салыстырған кезде жүректің миокард инфарктісі темекі шекпейтіндерге қарағанда шегетіндерде 3 есе жоғары екен. Бұл статистика жүректің темекі шегетін адамдардың көбінде инфарктқа алып келетінін дәлелдейді. Сонда да менің науқастарым ішінде осы инфаркттан кейін де әрі қарай темекісін жалғастыратын науқастар табылып жатыр және әрі қарай темекісін жалғастыруда. Бұл дегеніміз адамның ерік жігерінің әлсіздігі деп ойлаймын, өз басым, өзімнің түсінігім бойынша. Адам ерік жігері төмен болған сайын ол жаңағы зиянды әдеттерден арылу, құмарлығынан арылу өте қиын болады. Сондықтан бұл жағдайда психологпен жұмыс жасау керек, психологтардың кеңесін алу керек сияқты. Өзін-өзі психологиялық дайындық жасап темекіні тастауға талпыну керек, тырысу керек. Бүгінге осы, мен ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Пікір қалдырыңыздар міндетті түрде.